Бүгін құрметті Ақжаулықты аналар, бүгін біз Барлыбаев Ерлан Қайланұлының депутат кездесуінде болдық. Онда Қазақстан әйелдерінің зейнет жасын төмендетудегі мәселелерді барлығын жеткізе алдық деп ойлаймын. Адам құндылығы жоғарыда тұру керек. Ең бірінші өмірдің басы бала болса, ұстаханасы ана. Олай болса елімізді өсіретін де, өшіретін де, көбейтетін де аналар екенін жеткіздік. Аналарды зар қақсатпай, зейнет жасын төмендетудегі ат салысыңдар. Билікте отырғандарға барлығына ғалымның хаты өлмес, жақсының аты өлмес деген. Сондықтан елімізге, халқымызға ант беріп, елдің, халықтың қалаулысы болып отырсаңыздар, осы аналардың зарын сұраған зейнет жасын төмендетуге ат салысыңыздар дедік. Біз деген дара еліміз, тәуелді еліміз, ақиқатты ашық айтатын, өз алдымызға еліміз Қазақстан. Олай болса бізге Европаға еліктемей, Ақжаулықты аналарды 63 жасқа дейін сүйрелемей, 55 жастан зейнетке, 58 жастан зейнетке босатып, өнегелі ұрпаққа тәрбиесін жастарға дәріптеп, жастарды неге пайдаланбасқа, сондай жастарымыздың шетел асып кетіп жатқандарын, кредитке малынып бастары алаңдаушылығы, ұйқысы алаңдауда аналардың зарын жеткіздік. Дәстүріміз қандай да болсын, біз қазақ дәстүрімізді келешек ұрпаққа беру жолында біз еңбек етуіміз керек. Ерте зейнетке шығып ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Осының барлығын аналар алаңдап жүргенін айттық. Ұрпағымыз үшін жан пида деп отырған аналардың сөзін жеткіздік. Бүгінгі күні біз екі өмірдің, екі қос заманның өкіліміз, 20-21 ғасырдың көпіріміз. Әке болдық, ана болдық, қазір ата болдық, әже болдық, бірақ зейнеткерлікке жетпей бейнеткерлік болып жүрміз. Отқа да түстік, жанбадық, суға да түстік, батпадық. Сонда да біз 90-шы жылдың ең қасіретті кездерін басымыздан өткердік. Ұрпақ болмаса, иесіз қалған жер жетім дейді. Жерінен айырылсақ, ел жетім болады. Сондықтан қазірден бастап біз барлық аналар мен Ақжаулықты аналар мен балалардың жағдайын жасауымыз керек. Біздің мемлекетіміз 2013 жылы әйелдердің еңбек ақысын еркектерден төмен қойды. Жинақталған қоры есептей келгенде сәйкес келмеді. Міне сондықтан да осы қателікті түзету үшін жинақтаушы қоры аз болғандықтан зейнет жасқа 5 жылды көтеріп жіберді. Сөйтіп Қазақстан әйелдерінің қалтасына біздің мемлекет қол сұқты деп айтуымызға болады. Қандай тәсілмен дейсіздер ғой, өйткені ол 5 жылды бізге қосып берді. Ақжаулықты аналар, осындай қорлықты өз мемлекетімізден көріп отырмыз. Біздің конституциялық құқығымызға қол бұзып отыр. Сондықтан да 58 жаста зейнет жасын санат бойынша төмендетіп, зейнет жасын 5 санат бойынша 58 жаста жедел түрде зейнетке шығуын талап еттік. Және 61 жастан кейін 2028 жылы көтермеуін 10 жылға монатория жалғасын деп, монатория жарияласын деп талап етіп отырмыз. Сондықтан Ақжаулықты аналар біздің осындай міндеттерімізді, осындай талаптарымызды әр депутатқа, әр министрге, үкіметімізге барлығының алдында жататындай осындай қағаздарды барлығын жіберіп жатырмыз. Ғалымның қаты өлмес деген, жақсының аты өлмес деген. Сондықтан біз барлығымыз күш салысып, осы Ақжаулықты аналардың 58 жаста жедел түрде зейнетке шығуын талап еттік.